Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бекіткен оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен жеңіл әрі тойымды тамақтың түрі вареники рецептімен бөліспекпін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп қоямыз. Керек ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдыратын боламын. Ыдысымызға ұн салып, ортасын ашып, бір жұмыртқа жарып саламыз. Одан кейін қамырымыз жұмсақ езілмеу үшін 2 ас қасық сұйық май құямыз. Алдын ала суымызға тұз салып ертіп аламыз. Дайын суымызды аз-аздан құйып қамыр илейміз. Қамырымыз осылай иленді. Енді салфанға салып 20 минут кейін қандырып қоямыз. Оған дейін вареникидің салмасын дайындаймыз. Мен алдын ала картоптарын пісіріп дайындап қойдым. Енді осы картопқа бір пиязды майдалап турап қосамын. Майға қуырсаңыздар да болады, бірақ мен қуырмай қостым. Мантоваркада піскен кезде пияз езіліп, сочный болады, яғни жегенде білінбейді. Енді осыны картопты осындай езгішпен езіп аламыз, жақсылап. Пиязымызды қосамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, сары май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін. Жақсылап араластырдық, міне салмасы дайын. Енді қанған қамырымызды жайып шығамыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа болу керек қалыңдығы. Міне қамырымыз дайын болды. Енді домалақ пішінде кесіп шығу керек. Ол үшін мен осындай стакан пайдаландым. Міне осындай пішінде шықты. Енді бәрін жинап, бетіне салфан жауып, кеуіп қалмас үшін шетінен алып, салмасын салып түйе береміз. Мен 2 түрлі етіп түйіп шықтым. Видеода көрсетілгенде әдемілеп түйсеңіздер болады. Міне осылай әдемілеп түйсеңіздер де болады. Алдын ала мантоваркамыздың астына суымызды құйып қайнатып қоямыз. Дайын болған вареникаларды мантоварканың табасына салып 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Өте дәмді болып шықты, сочный болып. Енді тарелкаға мен осылай салып, ортасына қаймақ қойып, ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса, видео рецептін ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруыңызды өтінемін.
сіздермен болған Жансая. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.